Қазақстан Республикасы Конституциясының 35 бабына сәйкес заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады. Алайда салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің мақсатын бәрі біле бермейді. Мемлекеттің басты міндетіне азаматтар өмірінің қауіпсіздігі мен гүлденуі жатады. Бұл үшін ұлттық қауіпсіздік, денсаулық сақтау қызметтері, мемлекеттік кірістер органдары, энергетика, мәдениет және спорт, индустрия және инфрақұрылымдық даму, білім беру және тағы басқа сияқты түрлі салалар мен бағыттарда жұмыс істейтін мемлекеттік мекемелер бар. Олар барлық бағыттар бойынша елдің үздіксіз дамуын қамтамасыз етеді. Бірақ олардың өмір сүруі, жалақыға, электр энергиясына, кейбір жағдайларда белгілі бір құрылыстарды тамақтандыруға, тасымалдауға, жөндеуге, мекеменің ерекшеліктеріне байланысты қажетті заттар мен жабдықтар мен қамтамасыз етуге және басқаларға жұмсалатын қаражатты қажет етеді. Қаражат мемлекеттік бюджеттен бөлінеді, ал салықтар мен басқа да міндетті төлемдер мемлекеттік кірістің негізгі көзі болып табылады.